Senin жағымсыз родноyың. Kanat, Max, Berge. Malsın mı брат? Yol işte su. Bana вообще балаңыз темекі шегеді өстіп. Ne işini sıravatsın malsın mı? Мамаң номері бар мен Тәтте не анау. Koltukқа жағатын бересіз ба маған? Koltuk сасып жүреді да. Malsın var onu. Не ұялып тұрсың сұрасай. Sen бересің вообще. Понедельникке қалдырады да. Неғып түкіре бересің, жақсы ма ұстаған өзіңе? Саған түкіріп отырмын ба? Сонда да малсың ба, е? Көз тимейді сапа. Малсың ба, кетші ана бар ең, тұтса адам дүйі. Алдың мұрның тазылап жүрсің, көтің таппай. Кетші бар ең, қуа бәне, барша ана. Топ. Брат, Алды? адамыз әрен кері атқан кезде, нәм жабыса бересің. Malsın mı? Алматы қаласы студенттердің жағдайы. Точно осый ма братан? Братан, точно осый ма? Точно осы деймін, ұқсап тұрған жоқ па де, дәл міне кәдім телевизор, плазма міне. Екі бөлме, братан? Бір бөлме ол, бір бөлме. Спальня қай жерде? Залға кіресің, солға бұрыласың, бірден спальня тұр міне. Андай жуынатын ванна қақта. Ванна, мына есіктен кіресің. Міне ванна, джакузи. Осы балқын орнатты, міне суы бәрі жап-жала. Студентпіз, братан. Болары осының бәрін қаншаға бересің енді? Студентпіз. Үйді шашпаңдар, ремонт жақында ғана істедік. Сен болар бағасы 250 мыңға алсаңдаршы осыны айына. Адам тұратын емес қой, братан, мазағың ба, братан? Студент емеспіз ба? 250 мыңға. Нені ал, братан? Ашулы ма? Ашулы. 150 мыңға алсаңдаршы бедей. Ашул нахуй. Сөз тапаймын айтуға, мен жүремін қасыға. Жігіттердің басынан обязательно өтетін жағдайлар. Негіз жігіттер деймін да. Адам өміріне, денсаулығына зиян нәрсенің бәрі күнә болып есептелетін. Ішке. Ой, досым ше, оны қазір айтпай ақ қойшы енді. Потом айтасың бас сол кезде. Сендер күнәһарсыңдар ғой екеуі, қалай айтпаймын? Досым, мына көшенің басында Жамиля бар емес па? Сол нормальный қыз ғой, серьезный отношенияға. Иә. Тәрбиелі ма? Доста, кеше ойбай ішіп алып қызыма жылаппын ғой, иә. Прикинь? Ана Айдос видеосын көрсетіп отырған ма? Досым, ломбардқа қояйық, ертең кешке шығарып аламыз, жігітті айтамын. Ломбардқа қойса ертең кешке шығарып аламыз, мақұл ма? Жиги, 96-тағы мақсат бар ғой. Бәріміз жинап отыр, біреуің бірдеңе бүлдіріп бердіңдер. 2003-ден ма? Иә? Онда брат, мен 2000. Мен 2008 мыңға давай. Мен шығасың ба? Досым мен. Шығасың ба? Менің де досым ғой. Жақын достарым қасында. Кәйкөз, вечерге барамыз енді. Үйде макарон піскенде. Алло, Айдос, үйге өтпейсіңдер ма? Шаруалар бар ма? Бопты. Жақсы. Манты піскенде. Манты істеп өтсін. Не біле, еш шығып барды ғой. Ой, біләш. Кім оны? Ой, біләңіз айтамын ғой. Сіздің әңгімеңіз айтып жүрді, сұрат постоянно. Ой, біләш. Йо, семіріп кетіппін ғой. Аруға, сен жаман семіріп кетіпсің ғой? Просто мен ана гормональный дәрі ішіп жүремін ғой, содан ғой. Карантин жоқ кезде ше, мынандай айтамын. Қалай карантин басталып, солай кеттік қой, жан-жаққа арбай. Ой, арықтар сендердікі кайф қой, бұттарың бір-біріне тимейді. Біз жүрсек болды мына бұтымыз бір-біріне үйкеліп, джинсидің ауышақ келмейді ғой, кәдімгідей жыртылып қала береді надоел. Ана арақ Нұржан танисыңдар ма? Ойбай, тамақты деген кәдімгі опырып тастайды ғой ше, бірақ бір семірмейді ғой. Мен кішкентай бір бәле жеймін, семіріп кетемін сразу. Походу ұйқыдан деп отырмын. Басқа неден болуын білмеймін мен енді. Размеріңнің табылған емес, ұнағаныңды кигенге не жетсін? Біз ғой мысалы барамыз да бірден үлкен размерін бересіз ба деп қап-құсатып қиып аламыз. Бұрынғыдай емес ше, қазір сәл жүрсем ырсылдап қалатын болыппын ше. Ертең бар емес па ше, мына жеріме құстың суретін салып аламын да, қарныма кәдімгі көлдің суретін салып қоямын ғой. Неге? Сосын до конца семіремін да, мына емшегімдегі құс жайлап бүйтіп көлге қонады ғой. Бля, басы ауырып жатыр. Жаман іштік ау, кеше. Мынау кім ей? Кім өш танымаймын ойба. Ай, ауырмыш. Кім олар? Йо-майо, кім мынау? Мынау кім? Мынау кім? Мынау кім? Мынау кім? Мынау кім? Үйде жүргенде кім осы?
Bilmeyim, tanımayım ешқайсысын. Жаман ішіппіз ғой кеше. Sen benim жүрегімді иіріп алған, sen бағынмассың, sen бағынмассың. Ana мәшіне жуып тастамақы ма қазір? Жұмысқа кетуім керек мен ертең. Бала құсап кіші тірлік істепсіздіңдер. Әке, атам қайда? Атаң санаторияда ғой. Неге өтірік алдайсыз? Кеше анам екеуіңіздің сөздеріңізден естіп қалдым. Атам қарттар үйінде екен. Ертең сіздің дәл өз ісіңізді жалғастырып, сізді қарттар үйіне өткізіп тастайын ба? Қайсы қарттар үйі? Рысқұлованың бойындағы шет жақта ана жерде. Ой, тыңған ғой, жылы су ақпайды деп жатыр кеше, әкеміз звондап айтып жатыр. О, Әл-Фарабидің бойындағы өткіз сол күшті дейді, сол үшетажды. Соны өткізейін онда? Иә. Оны бар, іштен документтерді киімдерді жинасаңшы, бүгін апарып өткізіп тастайын онда. Дәл қазір өткізіп жібересің ба? Бүгін апарып өткізсең, кешкі сағат 6-ға шейін қабылдайды, бағана форма 80. Оны сен де алып шықпа, метркелеріңді, киімдерің сен де алып шық онда бар. Не үшін? Домға кетесің, шешеске, үйде бір өзің не ама? Бұндайдан Құдай сақтасын. Ани, кім ынтымақ бақтарды сыртқа шығып мұсырды шығарып тастаңдар. Қанатжан, жинап тасташы айналайын жаным әшейін, сен кім анан бит кремдер сыртқа шығып қағыңдар, көршілерді күнге жайыңдар. Мақұл, тұрыңдар бәрін істеп тастар. Манасжан, тұршы анан маған көмектесіп жүріп кеткен. Тұрыңдар істеңдер, ертең қонақ келсе жатасыңдар сосын тағы да. Yok koymadım dayak yiyin ha! Orası dalaş! Cinana verin mi? Sen öyle dur! Durun ben toprağa dayak yiyin olsun günler! Sen!